Сәлем, құрметті түлектер, қалдарың қалай? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кванттық оптика деп аталады. Кванттық оптика тарауында біз жарықпен байланысты құбылыстарды қарастыратын боламыз. Мысалы, алдында геометриялық оптикада біз жарықта түзу сызықты таралады деп қарастырған едік. Ал толқындық оптикада жарықтың толқындық қасиеттері болатынын, яғни алдындағы кедергілерді айналып өте алатын қасиеттері болатынын қарастырған едік. Ал бүгінгі тақырыбымызда жарықты біз толқын түрінде емес, не болмаса түзу сызықты емес, жарық порция түрінде, яғни бөлшек түрінде тасымалданады деген тұжырымға сәйкес жарықтың қасиеттерін қарастыратын боламыз. Ал енді осы жарықты тасымалдайтын денелерді біз фотондар деп атайды екенбіз. Ал бір фотон өзімен бір квант энергия алып жүреді екен. Және осы бір фотонның, не болмаса бір квант энергияның шамасын біз мына формуланың көмегімен анықтаймыз. Не болмаса мына формуланың көмегімен анықтасақ болады. Бұндағы H дегеніміз ол Планк тұрақтысы. Оның мәні бізде (6,63) көбейтілген оның минус 30 дәрежесі джоуль көбейтілген секундты құрайды екен. Ал мұндағы нью деген ол жиілік, мұндағы c деген жарықтың жылдамдығы, ал лямбда дегеніміз ол жарық толқынының ұзындығы еді. Демек бізде жарықтың энергиясы оның жиілігіне тура пропорционал екен, ал толқын ұзындығына кері пропорционал болады екен. Яғни жиілігі көбірек болса, энергиясы көбірек болады, ал толқын ұзындығы көбірек болса, энергиясы керісінше азырақ болып қалады екен. Демек толқын ұзындығы төмен жарықтар өзімен жақсы энергия алып жүре алады, ал толқын ұзындығы үлкенірек жарықтар өзімен нашар энергия алып жүреді. Яғни олардың энергиясы азырақ болады дегенді білдіреді. Ал енді осы жарықтың кванттық қасиеті болатынын осы тұжырымды дәлелдейтін ең алғашқы құбылыс бұл бізде фотоэффект құбылысы деп аталады. Фотоэффект құбылысы деген не ол? Фотоэффект құбылысы дегеніміз, мысалы, мынандай бір металдың, мысалы, мынау металл болсын, не болмаса су болсын. Осындай металдың не болмаса судың бетіне жарық энергиясы түссе, мысалы, мына жақтан бір жарық түсіп жатсын деп ойлайық. Және осы жарық энергиясы түсетін болса, оның бетінен электрондар ыршып шығады екен. Және осы электрондардың ыршып шығу құбылысы, яғни металдың не болмаса сұйықтың бетіне жарық энергиясы түскен кезде, оның бетінен электрондардың ыршып шыға алу құбылысы бізде фотоэффект құбылысы деп аталады екен. Мысалы, оны қалай ең алғаш байқаған? Мысалы, мынандай бір құрылғының көмегімен зерттейді негізі фотоэффект құбылысын. Мысалы, бізде мынау катод болсын, ал мынау бізде анод болсын деп ойлайық. Және олар мынандай тоқ көзіне жалғанған. Енді бізде мына жерде мынау бір қорапша, және мына жерде әйнек бар, яғни стекло бар, және одан жарық өте алады. Мына жақтан біз жарықты түсіреміз. Және ол мына металдың, яғни катодтың бетіне түседі. Және осы кезде не істеу керек? Бізде мына жерде бұл жерде ауа, не болмаса бос орта болсын, не болмаса ауа болсын деп ойлайық. Және ауа болсын деп ойлайық, мына жерде ауа болсын. Енді білеміз, біз ауа тоқ өткізбейді. Ауа ол тоқ өткізбейтін, яғни электр тоғын тасымалдамайтын бөлшек болып табылады. Енді не болмаса орта болып табылады. Ал енді бізде тоқ жүру үшін не істеу керек? Жүйеміз тұйықталу керек. Енді мына жерде электр қозғауыш күші болсын, мысалы, мына жағы плюс, мына жағы минус болсын дейік. Ендеше мына жақтан зарядтар тасымалданып келу керектен не істеу керек? Былай қарай тасымалдана бастау керек. Яғни оң зарядтар мынадан былай қарай тасымалдану керек. Енді тасымалданайыншы десе, не болмаса керісінше теріс зарядтар былай тасымалданады. Енді тасымалданайыншы десе, мына жеріміз не істеп тұр? Ол жер пустой болып тұр, яғни екеуінің ортасын өткізгіш қосып тұрған жоқ. Демек, бұл жерден тоқ жүрмеу керек, тоқ жүре алмау керек. Енді бірақ, мысалы, мына жерге мен амперметр, не болмаса миллиамперметр жалғап қойсам, және мына жерден негізі мына жарықты түсірмеген жағдайда мына жерден ешқандай тоқ жүрмеу керек. Тоқ жүрмейді, мүлдем тоқ жүрмейді. Ал енді мен мына жерден белгілі бір жарық түсіре бастасам, яғни мысалы ультракүлгін сәулелерді түсіре бастасам, онда ол не істейді? Металл бетіне түседі. Содан кейін мына жерде миллиамперметрдің тілшелерінің өзгергенін байқаймыз. Ал амперметрдің тілшелері өзгеріп жатыр деген, ол онда мына жерден айнала былайынан тоқ жүріп жатыр дегенді білдіреді. Ал енді бірінші жарық түсірмегенде тоқ жүрмеді, оның себебі өйткені мына жерде мына жер тұйықталған жоқ.
сол себепті тоқ жүріп жатқан жоқ еді, яғни мына екеуінің ортасы қосылып тұрған жоқ. Ал енді мен мына жерден жарықты қосқан кезде мына екеуі әлі тұйықталған жоқ, бірақ тоқ жүре бастады. Бұның себебі неде? Бұның себебі мына жерден жарық энергиясы түседі, және жарық өзімен мынандай энергияны алып жүреді, H-nu энергиясын алып жүреді. Және сол энергия не істейді? Барады да мына металдың бетіндегі электрондарға беріледі. Және электрондар ол өзіне энергия қабылған соң қозған күйге өтеді, одан не істейді? Металдың бетінен секіріп шығады. Ал секіріп шыққан электрондар, теріс зарядталған электрондар не істейді? Мынау анодқа қарай, яғни плюс зарядталған жаққа қарай тартыла бастайды. Және осының әсерінен осы зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы пайда болайын деп тұр мына жерден. Және осының әсерінен не істеп жатыр? Мына жеріміз ары қарай тұйықталып, екі анод пен катодтың арасы жалғанып кетеді, десе ары қарай тоқ жүре бастайды. Вот осындай құбылыстың нәтижесінде, осындай тәжірибенің нәтижесінде фотоэффект құбылысы дәлелденген екен, яғни фотоэффект құбылысы анықталған екен. Енді фотоэффекттің формуласына келетін болсақ, бұл қалай пайда болып жатыр фотоэффект құбылысы? Бізде не істейді? Жарық өзімен энергия алып келіп жатыр, және ол мынандай H-nu энергия алып келіп жатыр. Енді ол энергия қайда жұмсалады? Енді мынаның металдың бетінен электронды жұлып алу оңай зат емес, өйткені электронды не істеп жатыр? Мына басқа молекулалар өзіне қарай электронды тартып тұрады. Енді оны жұлып алайық десек, белгілі бір күш не болса энергия керек. Демек, мына энергиямыз жаңағы электронды жұлып алу үшін керек болады екен. Және жұлып алу үшін әр металдан электрон жұлып алу үшін әртүрлі күш керек болады. Мысалы, бір металдан көбірек, мысалы 4 джоуль энергияны беріп электрон жұлып алсақ, басқа бір металдан 5 джоуль энергия берсек қана электрон жұлып алуымыз мүмкін. Мысалға, тура сол сияқты, яғни ондағы электронды шығарып алу үшін керек болатын энергия әр металл үшін тұрақты зат екен. Және ол бізде әр металл үшін шығу жұмысы деп аталады. Яғни мына жерден электронды жұлып алу үшін керек болатын жұмыс жасау керек. Мысалы, темірден электрон жұлып алу үшін мысалы 1,5 электрон вольт керек болады. Немесе алюминийден электронды жұлып алу үшін 0,7 электрон вольт энергия керек болуы мүмкін. Және осы тұрақты заттар екен. Демек, мынау жарықтың энергиясы электронды жұлып алу үшін кететін жұмысқа жұмсалады екен. Тағы да ол не істейді? Мысалы, мына жерден электронды, мысалы, мына энергия көп болса, мысалы, жарық арқылы келген энергиямыз, мысалы, 4 джоуль болсын деп ойлашы, мысалы. Ал мысалы, электрон, мынау металдың бетінен электронды жұлып алу үшін мынау мысалы 4 джоуль болсын, ал мынау мысалы 3 джоуль болсын. Яғни электронды жұлып алу үшін 3 джоуль энергия керек болады. Енді мынау 4 джоуль еді, мынау 3 джоуль еді, 4 джоульдің 3 джоулі электронды жұлып алу үшін кетті, ал қалған 1 джоулі не істейді? Қалған 1 джоулі мына жердегі электронға кинетикалық энергияны беріп, ары қарай лақтырып жіберу үшін керек болады. Яғни мына жерден жұлып алды, и оны ары қарай лақтырып жібереді. Демек, жарықтың энергиясы неге жұмсалады екен? Жарықтың энергиясы электрондарды жұлып алу үшін жұмсалады екен, және оны ары қарай лақтырып жіберу үшін, яғни оның кинетикалық энергиясын арттыру үшін жұмсалады екен. Және мынау бізде фотоэффекттің заңы. Не болмаса H-nu, не болмаса H-nu'дың орнына мынаны жазуға болады. H бөлінген лямбда, яғни жарық энергиясы неге жұмсалады екен? Ол жұмсалады екен шығу жұмысына, яғни электронды жұлып алуға, және оған қоса оған кинетикалық энергия беруге жұмсалады екен. Мынау бізде фотоэффекттің формуласы, не болмаса фотоэффекттің заңы деп аталады. Ал енді тағы да фотоэффекттің қызыл шекарасы деген болады. Яғни фотоэффект құбылысы пайда болу үшін керек болатын мына жердегі жарық энергиясы. Енді қалай ойлайсыңдар? Фотоэффект құбылысы пайда бола алу үшін жарықтың тасымалдайтын энергиясы неге тең болу керек? Ең аз дегенде неге тең болу керек деп ойлайсыңдар? Енді мысалы ойлайықшы, мысалы, жаңағы электронды жұлып алу үшін 3 джоуль энергия керек болсын. Енді менде 2 джоуль энергия керек болса, фотоэффект құбылысы пайда бола ма, әлде болмай ма? Әрине, фотоэффект құбылысы пайда болмайды. Өйткені менің энергиям, не болмаса, мен алып келген энергия, не болмаса, мынау жарықтың алып келген энергиясы фотоэффекті шығару үшін, не болмаса, жаңағы электронды жұлып алу үшін жетпейді, Демек, фотоэффект құбылысы пайда болу үшін маған кем дегенде қандай энергия керек болады екен? 3 джоуль энергия керек болады екен. Не болмаса, енді бұл мысал. Демек, жарықтың тасымалдайтын энергиясы кем дегенде неге тең болу керек екен? Әрине ол шығу жұмысына, яғни электронды жұлып алу үшін керек болатын жұмысқа тең болу керек екен. Және осы энергия бізде фотоэффекттің қызыл шекарасы деп аталады. Және энергия біз білеміз, мынау H-қа тәуелді емес,
ол мындағы жиілікке не болмаса толқын ұзындығына тәуелді. Және осы жердегі фотоэффект пайда болу үшін керек болатын жарықтың жиілігі және оның толқын ұзындығы бізде фотоэффекттің қызыл шекарасы деп аталады. Және H нью қызыл шекара тең болады А шығу жұмысына, не болмаса H С бөлінген лямбда қызыл шекара тең болады А шығу жұмысына. Яғни егер мысалы жарықтың жиілігі қызыл шекараға тең болатын болса, онда тек фотоэффект құбылысы ғана байқалады. Ал енді қалай ойлайсыңдар, мысалы H нью мына шығу жұмысына тең болса, кинетикалық энергия неге тең болады деп ойлайсыңдар? Ендеше мысалы мында кинетикалық энергияны табатын болсақ, мынау 3 джоуль, мынау 3 джоуль болса, кинетикалық энергиямыз неге тең болады? Кинетикалық энергия онда H нью бөлінген H шығу жұмысына тең болады. Яғни H нью алынған H шығу жұмысына тең болады. Яғни H ньюдан алып тастаймыз H шығу жұмысты. 3-тен 3-ті алып тастасаң 0. Не болмаса 4-тен 4-ті алсаң 0, иә? Яғни фотоэффекттің қызыл шекарасы кезінде кинетикалық энергия неге тең болады екен? 0-ге тең болады екен. Яғни тек электрондар бері қарай жылынып шығады, ол ары қарай белгілі бір кинетикалық энергиямен қозғала алмайды дегенді білдіреді. Яғни оның кинетикалық энергиясы 0-ге тең болады екен. Ал енді келесі фотондарға келсек. Жарықты біз фотондар тасымалдайды дедік, иә? Ал енді фотондар дегеніміз ол жарық тасымалдайтын болса, онда оларда жарықтың жылдамдығымен қозғалады дегенді білдіреді. Яғни фотондар жарық жылдамдығымен қозғала алады екен. Ал енді біз фотондардың энергиясына келетін болсақ, жаңағы бір фотонның энергиясы мына формуламен анықталады, не болмаса оның энергиясын мына формуланың көмегімен анықтасақ болады. Енді фотондар олар әрқашан қозғалып жүретін бөлшектер. Олар ешқашан тыныштықта тұрмайды. Және олардың тыныштық энергиясы, тыныштық массасы 0-ге тең болады екен. Яғни олар әрқашан қозғалыста болады, олар тыныштықта тұрмайды екен. Ал енді олардың массасын есептейтін болсақ, яғни қозғалыс кезінде массасын есептейтін болсақ, біз мына формуламен есептейміз, яғни Е бөлінген С квадрат. Мына формуланың көмегімен фотондардың массасын есептеуге болады, және олардың импульсін есептеуге болады. Фотондардың импульсін мына формуланың көмегімен есептесек болады. Яғни энергияны жарық жылдамдығына бөлсек, олардың импульсі шығады екен. Және энергияның орнына мен мынаны қойсам болады, яғни H нью бөлінген С деп қойсам болады. Не болмаса энергияның орнына H С бөлінген лямбда бөлеміз С-ға деп қойсам болады. С мен С қысқарады, сонда импульс тең болады екен H бөлінген лямбдаға тең болады. Яғни мына формуланың көмегімен импульсті анықтасақ болады. Және мына формуланың көмегімен, сонымен қоса мына формуланың көмегімен импульсті анықтасақ болады екен. Және жарық сонымен қоса бір бетке түскен кезде фотоэффект құбылысын пайда болғаннан бөлек, ол сол бетке қысым түсіре алады екен. Және түсіретін қысымды мына формуланың көмегімен анықтасақ болады. Және мындағы I дегеніміз ол жарықтың интенсивтілігі, ал мынау жарық жылдамдығы. Ал жарықтың интенсивтілігінің оның жылдамдығына қатынасы бізде тығыздығын береді. Яғни мына формуланың көмегімен де анықтасақ болады екен. Яғни жарықтың қысымын біз жарық интенсивтілігін С-ға бөліп, яғни жарық жылдамдығына бөліп, және жақшаның ішінде 1 плюс ρ дегеніміз ол беттің шағылдырушы коэффициенті деп аталады мына формуламен, және мынау бізде жарықтың энергетикалық тығыздығы деп аталады. Мына формуланың да көмегімен анықтасақ болады екен. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта осы тақырыптарға байланысты көптеген есептер шығаратын боламыз. Сондықтан келесі сабақты жіберіп алмаңдар.